Түлкі мен ешкі. Бір күні түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда терең апанға түсіп кетіпті. Ары секіріп, бері секіріп, апаннан шыға алмапты. Бір уақытта ешкі су іздеп жүгіріп, әлгі апанға кез болыпты. Түлкіні көріп: «Түлкі батыр, онда не қылып тұрсың?» «О, теке жаным, жай тауып рахаттанып тұрмын. Қырдан шөлдеп, әрі ыстықтап келіп едім. Апанның іші салқын, әрі түбінде тұп-тұнық су бар екен», депті. Мұны естіп ешкі: «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп апанға секіріп түсіпті. Сонда қу түлкі секіріп, ешкінің үстіне мініп, мүйізіне табан тіреп, далаға секіріп шығып кетіпті. Осылай түлкі